Сол үшін нәскиге мәс тартамыз ба? Жоқ, әлбетте тартпаймыз. Ол хадис даиф, ол хадис мункар. Кімде кім нәскиіне мәс тартса, онда қаншама жыл намаз оқыды, сол намаздарын бәрін қайтару керек. Нәски жайында бізде ғалымдарымыз не деп айтқан? Жаңағындай, ол қалың болу керек. Имам Байхақи кім ол? Мухаддис ол. Ол айтады, бұл хадис мункар дейді. Даафаху. Енді бұл хадисті әлсізге шығарған, қараңыздар, қандай ғалымдар? Суфиян ас-Саури, Абдурахман ибн Махди, Ахмад ибн Хамбал, Яхья ибн Муин, Али ибн Мадини, Муслим ибн Хаджаж. Имам Муслим рахматуллахи алейхи бұл хадисті әлсізге шығарады. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи осы хадисті не деді? Хасанун сахихун деді. Хасанун сахихун. Енді қараңыз, имам Тирмизи кімдерге қарсы шығып жатыр? Суфиян ас-Саури, Абдурахман ибн Махди, Ахмад ибн Хамбал, Яхья ибн Муин, Али ибн Мадини, Муслим ибн Хаджажға қарсы шығып жатыр. Енді имам Науави рахматуллахи айтады. Имам Тирмизи барлығына қарсы шығып жатыр. Енді қараңыздар, жеке-жеке алып имам Тирмизимен салыстырып көрейік дейді. Имам Тирмизимен ілім жағынан салыстырып көрейік дейді. Бірінші, Суфиян Сауримен имам Тирмизи салыстырайық. Имам Тирмизи жоғарыда тұрады. Оның дәрежесі жоғары. Абдурахман ибн Махди салыстырайық имам Тирмизимен. Имам Тирмизидің дәрежесі төмен, ал Абдурахман ибн Махдидің дәрежесі жоғары. Ахмад ибн Хамбалмен имам Тирмизи салыстырайық. Кімнің дәрежесі жоғары? Ахмад ибн Хамбалдың дәрежесі жоғары. Яхья ибн Муин, екеуін салыстырайық. Яхья ибн Муиннің дәрежесі жоғары. Али ибн Мадини салыстырайық. Али ибн Мадининің дәрежесі жоғары. Муслим ибн Хаджаж, имам Муслиммен имам Тирмизи салыстырсақ, кімнің дәрежесі жоғары? Имам Муслимнің дәрежесі жоғары. Көрдіңіз ба? Дәрежесі жоғары үлкен ғалымдардың барлығы кімге қарсы шығып жатыр? Имам Тирмизидің сахих деп, Хасан сахих деп айтқан сөзіне қарсы шығып жатыр. Иснадтармен, егер де иснады, бұл хадистің иснадын мен қорғаймын, сонда да бұл хадистің иснады мықты дейтін адам болатын болса, бұл тек қана мутаассиб қана. Мутаассиб дегеніміз кім? Менікі дұрыс, басқалардікі дұрыс емес дейтін адамдар ғана. Көрдіңіз ба? Сол үшін бұл хадисті сен қорғай алмайсың. Қалай болса да сен қорғай алмайсың. Бұл хадис мункар. Ал мункар хадисті сен оған қалай амал жасайсың?